Сәлем, қалдарыңыз қалай? Так, бүгін бізде основная страх больших денег, да? Үлкен ақшадан қорқу. Үлкен ақшадан қорқудың екі түрі болады. Біреуі саналы түрдегі, екіншісі бессознательный, яғни түп саналық ақшадан қорқу, үлкен ақшадан қорқу. Біріншісін оның, үлкен ақшадан қорқу, мен үлкен ақшам болса бір нәрсе болып қалады, үлкен ақшам болса анау, үлкен ақшам болса мынау деген сияқты установкаларды, яғни сенімдерді өзгерту оңай, потому что ол нәрсені біз көре аламыз, сезе аламыз, ол нәрсе бізде бар екенін білеміз, оны өзгерту өте оңай. Бірақ та бұл жерде мен сізге бүгін айтқым келіп тұрғаны ол түп саналық, яғни бейсаналық түрдегі үлкен ақшадан қорқу. Бұл үлкен ақшадан біз өмірге келдік қой, не үшін қорқамыз да? Үлкен ақшаға барғымыз келеді мименен, мына жердегі бессаналы, 5%-дық мименен үлкен ақшаға тырысамыз, таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасаймыз, қырамыз, үйренеміз, курстар аламыз, тренингтер өтеміз, осы үлкен ақшаға келу үшін. Бірақ та бізде түп санада үлкен ақшадан қорқыныш тұрған кезде, ол қорқыныштар қайдан жазылып тұр? Ол қорқыныш тек сіздің ғана қорқынышыңыз емес, ол родовой қорқыныштар, тектегі сенің родыңдағы қорқыныштар. Біздің ата-бабамыздың барлығы шиковать етіп, прям өте керемет өмір сүрген жоқ. Олардың басынан ашаршылық өтті, ақшасы болса тартып алды, раскулячили, қуды, қуғын, сүргін, өлтірді, қырды, жойды. Сол нәрсе дінкалық уровеньде бізге беріліп отыр. Яғни біз өзіміз оны көрмейміз, может сезбеуіміз де мүмкін, сеземіз, чувствуем в теле, бізде үлкен ақшадан қорқыныш бар екен, бірақ та оны көре алмаймыз, оны жаңағыдай ұстай алмаймыз. Ол бессознательно, яғни на клеточном уровне ДНК-да, денеміздегі клеткаларда жатыр. Үлкен ақша, енді осыған қарай сіздерге үлкен ақшадан қорқудың бірнеше себебін айтып кететін болсам, түп саналық. Ол біріншісі, үлкен ақшаң көп болып, менде көп ақша болатын болса, мен банкротствоға ұшыраймын. Яғни, менде көп ақша болатын болса, бәрібір ол бір күні таусылып қалады деген қорқыныш. Бұл қорқыныш қайдан келе жатыр? Бұның өзі сіз түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ сізде бар, бұның өзі сол родтан келе жатқан қорқыныш. Менде көп ақша болса да, мен үлкен бай келсем, дейді. Вот маған келеді ғой терапияға көп адамдар. Көп ақшаң бар, представ, ары қарап деп түп саналық, тереңге түскен кезде, олар айтады жаңағыдай, көп ақшаң болып, как будто сондай бір қорқыныш тұр, жаңағыдай менде таусылып қалатын сияқты сол ақша, жоқ болып кететін сияқты деп деген. Бұл деген сізде мынандай установка ғой. Менде көп ақша болып, ол бірден таусылып қалып, яғни мен көтеріліп биікке, ана ақша менде бірде таусылып қалып, фук деп құлағаннан лучше менде ақша болмай ақ қойсын. Это безопасно деп қабылдайды, яғни түп санаңыз қабылдайды. Ақшаң болып, көтеріліп, қайтадан құлап, разочарование болып қиналғанша, лучше маған ол ақша болмай ақ қойсын деген установка, сондай сенім, сондай программа бар. Сондықтан да сізде үлкен ақша жоқ. Екінші нәрсе, ол чувство вины, перед родом, мүмкін сіздің жаңағындай родыңызда баядан болмаған шығар, қазір жүр ғой жаңағыдай инстаграмда, түрлі соцсеттарда, сенің родыңда жаңағыдай бай адам болмаған болса, бай адам сенен басталу керек. Это реально. Сенің родыңда бай адам болмаған болса, көп адам бессознательно, бұл да бессознательная программа, оны көре алмайды, оны сезе алмайды, бірақ бессознательно все равно управляет, потому что бізде, мен тағы да айтам, айта беремін мен бұл нәрсені, бізде 95% подсознание басқарады, 5% ғана бізде ми жұмыс жасайды. Яғни біз мимен, мына 5% ғана мимен ақшаны қалаймыз, бірақ та бессознательно да 95% бізде ақшаға деген қорқыныш, ақша опасно, ақша деген сондай деп тұрған кезде бізге ақша келмейді. Біз ақшаға бармаймыз, біздің психикамыз бізді ақшаға алып бармайды, потому что біз үшін, біздің өмір сүруіміз үшін үлкен ақша ол опасность. Ол жерде как будто өліммен тең сияқты нәрсе. Сондықтан біз үлкен ақшаға бара алмай жүрміз. Енді чувство вины перед родом. Сенің туғаныңда, сенің родыңда бая болмаған адамдар болса, олар қиналып ақша тапқан болса да, менің өзімде осы нәрсе болған. Когда я первая заработала үлкен ақшаны, менде чувство вины болды. Менің мамам, менің сестраларым қиналып ақша тауып жүр. Мен чувство вины болды. Ал мен оңай таптым деген чувство вины болды. Бұл нәрсе, потом я перестала зарабатывать,
содан 1 жылдан кейін ба 2 жылдан кейін ба ақшасыз жүрдім, 1 рет ақша таптым да, и вот это управляла, осы түп саналық менде программа жұмыс жасап кетті. Потом мен қайтадан құладым, қайтадан қиналып ақша таба бастадым да. Бұл нәрсе осы нәрсе, яғни сенде бессознательно туғандарыңның, туысқандарыңның алдында өзіңді кінәлі сезімі болады. Олар қиналып ақша тауып жүр, значит, я должна тоже қиналып ақша табуға. Как будто сен көп ақша оңай тауып кететін болсаң, как будто оларды сатып кететіндей сезім болады. Осы нәрсе, бұл нәрседе түп санадағы бессознательный, біз байқамайтын, біз көре бермейтін сондай өте сондай мощный установка, ақшаның келтіруіне кедергі. Так, енді үшіншісі ол зависть. Зависттен құтыл, зависть болмау керек деген психологтардың сөздерін уже тыңдап құлақтарыңыз жауыр болған шығар. Бірақ неге құтылу керек? Даже мүмкін өздері де түсінбейді ол психологтардың. Не үшін зависттан құтылу керек? Зависть болған кезде, когда ты думаешь, что менде үлкен ақша болатын болса, басқалар маған завидовать етеді. Бұның астында не жатыр? Бұның астында ол завидовать ететін болса, значит, бірдеңе жасап қоюы мүмкін маған. Значит, маған көз тиеді, мен қайтадан құлап қалам. Яғни бұл жерде тағы да страх, маған басқалар завидовать ететін болса, менімен бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Бұрындары өте көп болатын, дуалап тастапты, бірдеңе қылып тастапты, жолын байлап тастады. Бұның барлығы біз ойлаймыз, өткенде қалды ғой деп, бірақ бұл нәрсе біздің ДНК-мызда өмір сүріп келе жатыр. Бізде жасырын қорқыныш бар. Все равно, когда мен бірден өсіп кететін болсам, адамдар маған завидовать етіп бастайтын болса, олар маған сыртымнан бір нәрсе жасап қоюы мүмкін деген нәрсе болғандықтан да зависть, зависть сенің, получается, сенде зависть болғандықтан, ты думаешь, когда мен әзір өсіп кететін болсам, аналар маған будет завидовать. Из-за этого, сондықтан да сен, когда зависттен құтылған кезде, өзің ешкімге жамандық тілемейтін, өзің сондай ақ, таза адам болған кезде, саған басқалар да завидовать етеді деп ойламайсың. Бұның барлығы бессознательно болып жатқан жасырын сондай жұмыстар. Бір сөзбен айтқанда, бізге көрінбейтін бессознательно астында айсбергтің 95% айсбергтің мұздың астында болып жатқан жасырын сондай құрылыстар. Так, енді төртінші нәрсе, өзіңді көрсетуден қорқу. Помните, бізде бала кезде, мен мысалға мамам, папам маған былай айтатын. Елдің алды болма, көстет, ердің арқасы болма, сөстет, ортасы болып жүре берші қызым деп айтатын. Папам маған сөйтіп айтатын. Қатты көтеріліп кетудің де қажеті жоқ, ортасы болсаң жетеді қызым. Тамағың болса, ішіп жейтінің болса, киімге болса жетеді сол деп айтатын. Бұл не деген сөз? Бұл деген өзіңді көрсетуден қорқу. Сол кезде менің ата-анам да түсінген жоқ та, олар не үшін олай айтып жатқанын түсінген жоқ. Потому что тоже управлял, басқарып тұрды родовой программалар. Біздің, бізде жаңағыда бізден алдыңғы ата-бабаларымызда, мысалға, ақындарды, сондай білімді, өзін көрсетіп, ел басқарып жатқандарды не істеді? Бәрін жинап алды да қырып тастады. Содан бізде осталось страх. Қазір мен өзімді көрсетіп мықты болып кететін болсам, мен бірден байып кететін болсам, или менде жатқан қасиетті, талантты оятып, мен мықты болып кететін болсам, мені бессознательно тоже жұмыс болып жатыр, айсбергтің астында бессознательно жұмыс жүріп жатыр, мынандай болып кететін болса, ол мекенді өлтіріп қояды деген қорқыныш басқарып тұр. Бұл родовой программа, яғни бұл нәрсе менің әке-шешемнен берілді. Осы нәрсе болғандықтан да сіз өзіңіз қанша білімді болсаңыз да, қанша сондай талантты болсаңыз да, сіз өзіңізді көрсете алмайсыз, шыға алмайсыз жарыққа. Одан кейін, естественно, сізде ақша да жоқ, ол талантқа байланысты бір нәрсе, және ақшаға байланысты да бір нәрсе. Ол ақша табу да не, бірден күшті ақша тауып кету да, ол да өзіңді көрсету ғой, яғни ашылу, проявляться ету. Сол нәрсені бізге бессознательно жауып тастап тұр. Неге? Себебі біз өзімізді проявляться етіп шығатын болсақ, как будто бізге опасно сияқты да. Бұл нәрседе родовой жаңағыдай неде жатыр, түпте жатыр, тереңде жатыр. Так, түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді бесінші нәрсе, осы нәрселердің барлығын алған кезде, бұдан басқа өте көп тағы да түп саналық программалар жатыр, который сізді үлкен ақшаға алып келмейтін. Осылардың бәрін алып тастаған кезде сізде
спокойно да, естественным образом деп айтады ғой, жеңіл үлкен ақшаға келе аласыз. Үлкен ақшаға келе алмайсыз, үлкен ақша сізге келіп бастайды. Сондықтан осылардың бәрін өзгерту керек болады. Енді бесінші нәрсе, көп ойлайды, көп ақша тауып, иә, жаңағы нәрсе ғой, көп ақша тауып, сосын құлағанша мен лучше ақшасыз жүре берейін деген нәрсе ғой. Потому что көп ақша тауып рахат екеніне фокус жоқ та бізде, құлайтынымызда фокус та. Яғни мен көп ақша тауып кетсем, мен бірден құлап қалуым мүмкін. Ал құлап қалу, ол позор болу, қайтадан бейшара халге түсу. Яғни қазіргі менің халім шүкір ғой, мен шүкірмін ғой, қазір менде үйім бар, машинам бар, жағдайым жақсы. Зачем маған бүйтіп секіріп, құласаңдардан құла деген сондай бір нелер бар еді ғой, мақалдар. Зачем маған секіріп, мен қатты өсетін болсам, бірден құлаймын деген бессознательный установка бар да адамдарда. Сондықтан олар көтерілгісі келмейді. Бессознательно они сами не хотят көп ақша табуға, көтеріліп кетуге. Өте көп мен эксперттерді білем, қарайсын, вроде білімі өте мықты, бірақ та жаңағыдай дамып кете алмай жатыр, көріне алмай жатыр, ақша тауып кете алмай жатыр да. Көп жаңағындай бизнесменді, предпринимательдерді білем, фу кетіп, мен көріп тұрамын да, уже мынандай жасаса, мына вообще күшті болады ғой деп. Бірақ олар ол әрекетті жасамайды. Неге? Потому что ими управляет осы түпсаналық, өздері түсінбейтін құрылыс. Яғни айсбергтің түбіндегі мұздың астындағы 95% жұмыс сол жақта болып жатыр. Сол жұмыс болып жатқандықтан оларда алға әрекет жасауға олардың өздерінде желание жоқ. Сосын 6-шы нәрсе, бұл родовой программа кәдімгідей. Потому что бұл нәрседе мынандай нәрсе ғой, менде көп ақша болса, анау сұрап кетеді, мынау сұрап кетеді. Яғни ол не деген нәрсе? Ол жерде де қорқыныш жатыр. Егер менде көп ақша болса, менен алып қояды деген. Менде мына жерде мынандай установкада, егер менде ештеңке болмаса, менен алып қоятын ештеңке жоқ. Яғни психика үшін оның өзінің затын біреу алып қойса, ол стресс, ол страх, ол депрессия. Сондықтан да лучше түпсана психика айтады, лучше бізде ештеңке бола алмай-ақ қойсыншы. Менде ештеңке болмай-ақ қойсын, чем біреу алып қойғаннан гөрі. Мен осылай қарапайым, қарным тоқ қой, шүкір. Айлығым бар 300 мың теңге, 200 мың теңге, 150 мың теңге. Соны амалдап мен жүре берейінші деп ойлайды. Түсініп ма? Потому что бұның нәрсенің өзі родовой программа. Потому что не істеді тағы да? Біздің родта тағы да не болды? Ата-бабамызда тағы да не болды? Байларды тонады, байларды өлтірді, қолындағысын бәрін тартып алды. Сол страх коллективный, да, коллективный страх, ол бізде ДНК-мызда әлі жалғасып келе жатыр. Нами управляет до сих пор. Сол 10 жыл, 20 жыл, 100 жыл, бір ғасыр алдыңғы нәрселер біздің ДНК-да өмір сүріп келе жатқандықтан, сол ДНК-лық уровенде бізді управлять етіп отыр. Сондықтан да мы не хотим, чтобы бізде ақша болғанын и біреу тартып алғанын. Лучше нам безопасно не иметь деньги. Ешқандай ақша болмаған бізге безопасно. Сондықтан да бізде ақша жоқ. Так, одан кейінгі нәрсе, 7-ші нәрсе, бұл менде көп ақша болса, мен бәріне бөліп беруім керек. Бұл да жаңағы бұдан алдыңғы установкадан шығып келе жатқан нәрсе. Мысалға, біз үйде 4 болып өстік, и бізге мама ол кезде өте қиын замандар болды ғой. И мынандай сникерстен де шығып жатқан кезде, и сол сникерсті алып келетін да, бәрімізге тең бөліп беретін. Содан бізде программа қалды, егер менде бір нәрсе болатын болса, мен бәріне бөліп беруім керек деген нәрсе. И психика тоже бізде қызғаншақ, эгоист біздің психика. И ол қаламайды, что өзінде бар нәрсені бірге бөліп беруді. И ол тағы да ойлайды, лучше мен ештеңке бөліп бермей қойсыншы, зато мне не будет больно, мен ештеңке бөліп бермеймін. Қазір мына жерде айтуларыңыз мүмкін біреуіңіз шығып, ай, сен эгоистсің, бәріне бөліп беру керек деген сондай ақылдылар шығуы мүмкін, бірақ та сіздің психикаңызда дәл солай жұмыс істейді. Просто сіз оны көрмейсіз, байқамайсыз, тіпті көргіңіз де келмейді. Сондықтан да просто ол мұздың астындағы сізге байқатпай сізді басқарып тұрған программалардың бірі. Сол үшін де қазір психологтар айтып жатады ғой, сен өзің үшін ақша табуың керек, ешкімге ақша бөліп бермеуің керек дегенде елдің бәрі шулап жатады да. Бірақ сол психологтардың өзі, наверное, түсінбейді, что бөліп бермеу керек дегеннің астында қандай программа управляет, да, потому что бір 3-4 жыл алдын менде сондай бір қатты депрессияға кіріп кеттім.
сөйттім да, бір психолог іздедім, мен жақсы психолог іздедім. И честно, мен ана психологтың алдында отырып қарным ашып отырдым, реально қарным ашып отырдым. Енді әрине жақсы, я адамдардың өсіп жатқаны, психосоматологтардың көбейіп жатқаны, психологтардың көбейіп жатқаны, бұл да олардың пути ғой, ол да олардың жолы. Бірақ та көп оқу керек та, көп оқу керек, көп түсіну керек, көп білім алу керек. Одан кейін ғана, әсіресе жаңағыдай адамдардың психикасымен жұмыс істеп жүргендер, маған өте сондай бір ужасный жағдайға, психологтар адамдарды сондай бір ужасный жағдайға түсіріп қойған адамдар келеді, и прям ішім жылайды, қан жылайды. Сондықтан да психологтар, психосоматологтар, бұл сіздің басқаларға емес, бұл сіздің өзіңізге жасап жатқан қиянатыңыз да. Когда сіз біреуге жаңағыдай сондай өзіңізді әлі дұрыс түсінбейтін білім беріп, оны бұзып, оның өмірін бұзған кезде, сол үшін ақша алған кезде сізде чувство вины деген нәрсе болады. Чувство вины сізді өлтіріп жібереді. Чувство вины сізді құртып жібереді, сізді сындырып тастайды. Сондықтан да лучше жаңағыдай оқи беріңіздер, дами беріңіздер дегім келеді. Потому что қазір мына ютубтың өзінде өте білім өте көп, тегін білім өте көп. Соны алыңыздар, оқыңыздар. Сол кезде уже нормально болады. И без чувства вины өмір сүрген негізінде рахат қой. Так, мен бүгінгі айтатын установкалар, бессознательный установкалар осы. Сіздерге пайдалы болса, мен өте қуаныштымын.